халықаралық оқу процесінде оқып келген менің әріптесім Искакова Әлия Серікбайқызының бізбен жүргізген сұхбатында мен өзім Англия мемлекетіндегі оқу үдерісіне қатты көңіл бөлдім. Бұл мемлекетте бірінші кезекте тілге қатты көңіл бөледі екен. Шынында да ағылшын тілі қазір халықаралық қарым-қатынастар тіліне жатады және көп мемлекет қолданады. Екіншіден, маған қатты ұнаған бұл мемлекетте оқушылар мектепте еркіндікке қойған екен. Үшіншіден, бұл мектептерде, ағылшын мектептерінде оқушының өзінің қалаған мамандығына сәйкес 4-5 пәнді ғана баса оқытылады екен негізі. Барлық пәнді жап-жалғасып оқыта бермейді екен. Сонда оқушы сол өзінің ұнатқан мамандығына сәйкес пәндерді көбірек оқытуға тырысады екен. Және көбірек ақпарат алуға мүмкіншілік болады екен. Міне осы оқу процесі маған қатты ұнады. Біздің қазақстандық оқу процесіне де осындай үрдісті енгізсе керемет болар еді деген менің ойым бар.